Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз отбасы альбомы. Грамматикалық минимум бойынша дан, кейін, сон. Кейін, сон сөздері өзінің алдында тұрған есімдіктің шығыс септігінде тұруын қалайды. Мысалы, бұл жұмысқа бізден кейін Айгүлдер орналасты. Бізден сөзі шығыс септік жалғауында. Содан сон не болды? Содан шығыс септік түрінде. Шығыс септіктегі дан ден сөзге кейін сон сөздерін тіркесу арқылы қимылдың іс әрекеттің орындалу мезгілі анықталады. Жиналыстан кейін құжаттарды дайындадым. Неден кейін? Жиналыстан кейін. Бір айдан соң іс сапарға барамын. Қашан? Бір айдан соң. Енді тапсырмаларды орындап көрейік. Дұрысын таңдап, сөйлемді толықтырыңыз. Тексерейік. Сен ертең жұмыстан кейін қайда барасың? Бұл мекемеде сіз қай кезден бері жұмыс істейсіз? Бірінші курстан бастап ол тек 5-ке оқыды. Түскі тамаққа дейін дүкен аралайық. Осы оқиғадан соң мен бәрін білдім. Театрдан кітапханаға дейін 1 шақырым. Түске дейін де, түстен кейін де үйде боламын. Олар Талдықорғанда 2012 жылдан бері тұрып жатыр. Көктемнен бері мен бетімде секпіл пайда болды. Сіз банкке дейін қайда жұмыс істедіңіз? Жаңа жылға дейін сендер қайда боласыңдар? Жақсы, тамаша. Енді оқылым бөлігі. Сабираның отбасы. Мәтінге көңіл бөлейік. Оқып шыққаннан кейін сұрақтарға жауап берейік. Дұрыс, бұрыс жауаптарды белгіленіз. Сабираның 3 баласы бар. Мәтін бойынша дұрыс емес. Сабираның жиені бар. Бұрыс. Балаларын кенжесі қыз. Жауабы дұрыс болып тұр. Оның ұлы бойдақ. Дәулеттің бойы аласа. Көзің түсі қоңыр. Дәулеттің қарындасының шашы қысқа. Жауабы дұрыс болып тұр мәтін бойынша. Айжан қараторы келіншек. Оның қызы ерке. Салтанатты көзі көк. Ол қиғаш қасты кішкентай қыз. Тағы да жауабы дұрыс болып тұр. Жақсы. Енді сергіту сәті. Әннен үзіндіні тыңдаңыз. Білмеймін аққұбама қара мекен, мейірім бір көргенде қана мекен. Келгезіп аудан қоймай жүргенімде, япырмай қайсы ауылдан, қайсы ауылдан табам екен. Ай сұлу әлде нұр сұлу, жан сұлу әлде күн сұлу, атын білмей құр болдым. Әйтеуір сол бір, әйтеуір сол бір, әйтеуір сол қыз бір сұлу. Тыңдап шықтық әнді. Енді сұрақтарға жауап беріңіз. Ән кім туралы?
Айсұлу қыз туралы. Әнде қандай есімдер айтылады? Айсұлу, Нұрсұлу, Жансұлу және Күнсұлу. Әнде қыздың келбетін суреттейтін қандай сөз бар? Аққұба, қара. Жақсы, рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.